Сайрам ауданында ауыл аманаты бағдарламасы аясында жеңілдетілген несие алып өз кәсібін дамытып отырған азаматтардың саны жыл сайын артып келеді. Бағдарлама шеңберінде аудан аумағында түрлі бағыттағы жобалар қаржыландырылып, тұрғындар нақты қолдаудың нәтижесін көріп отыр. Бүгінде Сайрам ауданында стоматологиялық қызмет көрсету орталықтары, дайын ас пен тәтті өнімдер өндіретін шағын кәсіпорындар ырыс қаржы ұйымы арқылы жеңілдетілген несие алып жұмысын кеңейтуде. Аудан бойынша бағдарлама аясында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде Сайрам аудандық ырыс қаржы ұйымының несие сарапшысы Данияр Дәулетұлы мәлімдеді. Қазіргі таңда жылдың басынан бүгінгі күнге дейін 12 жоба мақұлданып, қазір барлығы қолдана қаражатын алды. Алдыңғы уақыттарда май айында 15 миллиард түсу жобаланып отыр. Бізде балық шаруашылықтары, жақында жылыжайлар, және де өсімдік шаруашылықтары дамып келе жатыр бізде. Бізде өтінім тасталған екен 15 күннің ішінде жауабы келеді. Бірінші кепілдік құжаттар. Кепілдік құжаттар заңды болу керек. Жаңағы ішінде барлық квадратуралар көрсетілген, төл құжатында толыққанды көрсетілген болу керек. Например, мал шаруашылығына болатын болса, қорасы міндетті түрде болу керек. Айта кетсек, ырыс қаржы ұйымында әрбір ауданда бір ғана несие сарапшысы қызмет атқарады. Оның негізгі міндеті кәсіп бастаймын деген азаматтарға қаржыландыруға дейінгі заң талаптарын түсіндіру, құжаттарын рәсімдеуге бағыт-бағдар және алынған қаражаттың мақсатты әрі тиімді жұмсалуын бақылау. Бір маман аудан көлемінде бірнеше бағыттағы жобамен қатар жұмыс істеп, кәсіпкерлерге қызмет көрсетіп келеді. Сайрам ауданы кәсіпкерлігі дамыған, еңбекқор, тұрғындарымен танымал өңір. Түсірілім барысында бұл анық байқалды. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында тәтті өнімдер өндірісімен айналысып отырған Қарасу ауылдық округінің тұрғыны Әйгерім Хонходжаева бүгінде өз өнімдерін Сайрам, Шымкент қалаларында және өзге де аймақтарға шығарып отыр. Кәсіпкер ырыс қаржы ұйымынан 9 миллион теңге несие алып, өндіріс ауқымын кеңейткен. Бастағанымызға осы биыл Құдай қаласа 3 жыл болады. Аллаға шүкір, 3 жылда уже тек қана кеңейіп жатырмыз, тұтынушылығымыз да көбейіп жатыр жылдан жылға. Қанша несие алдыңыздар енді ырыста? Несие маған енді 9 миллион одобрение берді. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 2,5%. Сол ақшаны алып, рахмет мемлекетке. Біз сияқты кәсіпкерлерге енді жақсы негізі мүмкіндік та. Сайрам ауданындамыз, енді Шымкент қаласына да жайлап кіріп жатырмыз. Өніміміз сұраныста болып жатыр. Жақсы. Қазіргі таңда оның тәтті өнімдер цехында 50-ге жуық әйел тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұл ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан нақты үлесі. Жас болса да іскерлігімен танылған Әйгерім Хонходжаева кондитерлік өнімдерімен қатар дайын дастархан әзірлеу бағытында да жолға қойылып, кәсібін тұрақты дамытып келеді. Сонымен қатар бағдарлама аясында агро өнімдерді қайта өңдеу және консервілеу бағыты бойынша да жобалар қаржыландырылған. Аталған кәсіпорындар түрлі өнімдерді шыны банкаларға құйып, өндіріс көлемін ұлғайтып, бүгінде шетел нарығына да экспортқа шығара бастаған. Ал Көлкент ауылдық округінде ырыс қаржы ұйымынан 9 миллион теңге несие алған тағы бір кәсіпкер медициналық стоматологиялық қызмет көрсету орталығын ашып, заманауи құрал жабдықтар сатып алып, жұмысын бастаған. Ол 2,5% жеңілдетілген несиенің тиімділігін нақты сезіп отырғандығын айтты. Өткен жылы 2025 жылы сол ауыл аманаты жобасы бойынша, программасы бойынша 9 миллион теңге 2,5% кредит алған болатынбыз. Ол ақшаға біз тура осы сіздер көріп тұрған стоматологиялық құрал жабдықтар, жаңадан алынған стоматологиялық құрал жабдықтарды алғанбыз. Мысалы алатын болсақ, мынау установка деп айтылады, стоматологиялық установка, кресломыз, бұл сингл, последний модельдерден біреуі бұл, қазіргі стоматологиядағы. Автоклавымыз бар, ар жақта сухожарым шкафымыз, бактерицид шкафымыз и тісті ағартатын отбеливший жасайтын аппараттарды барлығын сол стоматология керекті құрал жабдықтарды алған болатынбыз өткен жылы. Жалпы ауыл аманаты бағдарламасы ауыл кәсіпкерлері үшін үлкен мүмкіндікке айналып отыр. Ұлдархан Уәлиханқызы, Есболат Тұрмаханов, Сақ ақпараты.